Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлфия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан рулет дайындайтын боламын. Жуылған таза баклажанның бас жағын алып тастаймын. Содан кейін жіңішке қылдырып, пластинка қылдырып кесемін. Барлық баклажандарды кесіп қойдым, жіңішке қылдырып. Енді ыдысқа салып, жақсылап тұздаймын. Кесілген баклажандардың екі жағында жақсылап тұздаңыздар. Баклажанның қышқыл дәмі кету үшін. Міне барлық баклажанды тұздап 20 минутқа шетке алып қоямын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін чеснокты ұсақтап чеснокодавкадан өткіземіз. Содан кейін осы чеснокқа майонез саламыз, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған сковородкаға сұйық май құйып, сұйық май қызғаннан кейін 20 минут тұрған баклажанды салып, екі жағы қызарғанша қуырамыз. Жақсылап қуырыңыздар. Барлық баклажанды қуырып қойдық. Осындай жіңішке баклажанның пластинкалары болып шықты. Енді сыр фетаны алып, ортасынан бөліп кесемін. Негізі әртүрлі қылдырып кессеңіздер де болады. Негізі сыр фетаның орнына басқа сырларды қолдансаңыздар болады. Мысалы, твердый сырды теркадан өткізсеңіздер болады. Енді осы баклажанға жаңағы соусты жағып, майонез бен чесноктың соусын, сырды салып, рулет қылдырып ораймыз. Осындай болып шығады. Қуырылған баклажанға соусты жағып, сыр фетаны қойып, ортасына рулет қылдырып ораймыз. Енді баклажанның рулетінің салмасын помидормен жасаймыз. Помидорды кесіп, ұзынша қылдырып тұрайсыздар. Баклажанға соусты жағып, жаңағы туралған помидорды ішіне салып, рулет қылдырып ораймыз. Негізі салмасын өз қалауыңыз бойынша жасасаңыз болады. Мен екі түрін жасадым, сыр фета және помидормен. Рулет дайын, бәріңізге ас болсын.